Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын қатпарлы самсаның тестасын илеуді көрсететін боламын. Видеоны аяғына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз, және де үстінен қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды ұнның үстіне салып, крошка жасап аламыз, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Үш жұмыртқаның үстінен 2 ас қасық сметанамызды салып, және де үстінен дәміне қарай 2 кішкентай қасықпен тұзымызды салып, бөлме температурасында тұрған суымызды құйып, жақсылап бір араластырып аламыз. Ұнымыздың үстінен бір ас қасық кукурузный крахмалымызды, аздап сахарный пудрамызды саламыз. Барлық қоспаларымызды араластырып алдық. Енді ұнымыздың үстіне суымызды аздап құя отыра, жұмсақтау етіп қамырды илеп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай жұмсақта болуы қажет. Енді пакетімізге салып, 1 сағаттай холодильникке салып қоямыз. Қамырымыздың июі жақсы қануы үшін 1 сағаттай холодильникке қойып қойдық. Енді бөліктерге бөліп, шұға етіп шайып шығамыз. Қамырымызды барынша жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жұқарақ етіп жайып шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай екінші слойымызды үстінен қойып, оғанда сары майымызды жағып шығамыз. Қамырымызды барынша нығыздап, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп орап шығамыз, және де оралған қамырымызды пакетімізге салып, тағы да 1 сағатқа сары майы арасына сіңуі үшін холодильнигімізге салып қоямыз.
Достар, сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қатпарлы, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Арасына салмасын салып, самсаларыңызды түйіп пісіріп алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.